Саламатсыңдар ма? Бүгін 158-ші сабақты өтеміз. Бірінші тапсырма. Мерекелік кеште би билейтін ұлдарға әр түрінен 8-ден 2 түрлі костюм, және қыздарға әр түрінен 12-ден 3 түрлі костюм тігілді. Барлығы неше костюм тігілді? Біз мұна шартын оқыбақ, біз 35-тен артық болатын білеміз жауабын. Себебі қазір біз 8-ден 2 түрлі десе 8-ді 2-ге көбейтіп 12-ні 3-ге көбейтеміз. Жазбаша түрінде көрсетейін, мінекей. Алдымен 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16 болады, 12-ні 3-ге көбейтеміз, 36. Енді барлық неше костюмын табу үшін осы 2 мәнді қосамыз, сонда 52 болады. Есептің жауабы 52 костюм тігілді. Енді ә жауабына қарайық. Мерекелік кешке 72 баланың анасы, яғни 72 анасы келді. Ал әжелері болса, мұна аналарынан 4 есе кем келді. Енді барлығы қанша аналар мен әжелер келді, соны анықтаймыз. 4 есе кем делінген. Әжелерінің санын табу үшін біз 72-ні 4-ке бөлеміз, сонда 18 болады. 72-ке 18-ді қосамыз, 90. Есептің жауабы мерекелік кешке 90 ана мен әже келді. Есебіміз шықты. Екінші тапсырма, салыстыруды орындайық. 2 сағат 20 минут пен 220 минутты салыстырамыз. Алдымен екі жақтағы мәндерді бірдей өлшембірлікке келтіріп аламыз, яғни минутқа. 2 сағат 20 минутты минутқа айналдыру үшін 1 сағатта 60 минут бар. 60-ды 2-ге көбейтеміз, сонда 120 болады. 120-ға 20-ны қосамыз, сонда 140 минут бар. Енді біз салыстырамыз 140 минут пен 220 минутты. Қайсысы үлкен? Мұна 220 үлкен, сонда таңбаны 220-ға қарай қаратамыз. Енді 1 сағат 10 минут, 120 минут. 1 сағатта 60 минут бар, 60-қа 10-ды қосамыз, сонда 70 минут бар. 70 минут пен 120 минутты салыстырамыз. Әрине 120 минут үлкен, таңбаны мұна жаққа қаратамыз. Енді 100 грамм 1 килограмм. Килограммды граммға айналдырамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Сонда 100 грамм 1000 грамм. Әрине 1000 грамм үлкен болады. Енді 2 сантиметр 7 миллиметр мен 240 миллиметр дейді. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Сонда 2 сантиметрде 20 миллиметр. 20-ға 7-ні қосам, сонда 27 миллиметр болады. 240 екеуін салыстырсақ, мұна жақ үлкен болады. 700 сантиметр 70 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Сонда мұнда 700 сантиметр болады. Екеуін салыстырсақ, 700 сантиметрде 700 сантиметр тең болады. 1000 грамм 1 килограмм бұл тең болады. Енді 1 километр 100 метр. 1 километрде 1000 метр бар, 1000 мен 100-ді салыстырсақ, 1000 үлкен болады. Таңбаны былай қаратамыз. 1000 метр 10 дециметр. 1000 метр үлкен болады, 10 центнер 10 килограмм, 10 центнер үлкен болады. Келесі есепке қарайық. Есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Дүкеннен әр қайсысында 5 данадан бірнеше қорап орамал сатып алынды. Барлығы 120 дана орамал сатып алынды. Неше қорап орамал сатып алынды дейді. Енді 5 данадан қанша қорап екен табу үшін белгісі санымызды x деп аламыз дағаны көбейтілген 5 дейміз. Барлығы 120 дана орамал деп тұр есептің шартында. Енді x-ті табу үшін 120-ны 5-ге бөлеміз, сонда 24 болады. Осы x-ті мұнда апарып тексереміз. Теңдеуіміз дұрыс па? 24-ті 5-ге көбейтеміз, 120. 24-ті 5-ге көбейтсек 120 тең 120. Теңдік дұрыс орындалды. Ә тапсырмасында дүкеннен 20 қорап орамал сатып алынды. Әр қораптағы орамал саны бірдей. Ал барлығы 120 дана орамал. Енді әр қорапта қанша орамалдан салынды, соны анықтайық. Есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. X көбейтілген 20 тең 120. X-ті табу үшін 120-ны 20-ға бөлеміз, сонда 6 шығады. Осы 6-ны мұнда X-тің орнын алып барып тексереміз. Сонда 6 көбейту 20 тең 120. 120 тең 120. Теңдік дұрыс орындалды. Төртінші тапсырма, қарапайым амал орындау есептері. Ең алдымен бізде жақшаның іші орындалады, кейіннен көбейту, бөлу, сосын қосу мен азайту орындалады. Мінекей, біріншісінің мәні 90-ға 110-ды қосамыз, 80-ге 120-ны қосамыз, шыққан мәндерді тағы да қосамыз, сонда 400 болады.
Екіншісінің жауабы 675, мынаның жауабы 640, кейінгісі 490, 660 және 0. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Бесінші тапсырма есепті теңдеу құру арқылы шығар. Айманның 900 теңгесі бар еді. Ол осы ақшасына анасына бір шоқ гүл мен 150 теңгеге ашық хат сатып алды. Айман бір шоқ гүлді қанша теңгеге төледі? Теңдеуімізді x қосылған 150 тең 900 деп құрып аламыз. Енді x-ті табу үшін 900-дан 150-ді азайтамыз, сонда 750. 750-ді мұнда x-тің орнын алып барып тексереміз, сонда 900 тең 900. Есептің жауабы Айман бір шоқ гүлге 750 теңге төледі. Есебіміз шықты. Алтыншы тапсырма балалар аналар мерекесіне арнап отбасылық фотосуреттерден көрме жасады. Диаграммадағы топтағы оқушылардың әкелген фотосуреттерінің саны көрсетілген. Барлық суреттерді 3 қабырғаға теңдей бөліп қалай орналастыруға болады? Мұнда диаграмманы қараймыз. Арман 6 фотосурет әкелген, Нұрлан 10 фотосурет әкелген, Ақбота 4 сурет, Мағжан 6, Айсұлу 14, Қайрат 8 және Кәусар 12 сурет алып келген. Міне барлығын жазып алдық. Енді осы мәндерді қосып шығамыз. Сонда барлық фотосуреттердің саны шығады. 60. Енді 3 қабырғаға немесе 3 қатарға қалай бөліп орналастыруға табу үшін 60-ты 3-ке бөлеміз, сонда 20 болады. Енді 3 қабырғаға 20 фотосуреттен орналастырса, теңдей орналастыруға болады. Есебіміз шықты. Осы 6-шы тапсырмасының тапсырмасында есептер құрастырып, оларды шығар делінген. Яғни диаграмманы пайдаланып есеп құрастырамыз өзіміз ойдан. Қазір мен бір нұсқасын көрсетейін. Мысалы, Айсұлу 14 фотосурет әкелді, ал Ақбота 4 сурет әкелді. Мынау екіншісіне қанша сурет артық әкелді? Оны табу үшін 14-тен 4 азайтамыз, сонда 10 қалады. Есептің жауабы Айсұлудың суреті Ақботадан 10 суретке артық. Кез келген дәл осы диаграмманы қолданып, өздерің есеп құрастырсаңдар болады. Бұл бір ғана жолы. 7-ші тапсырмада тік төрт бұрыштың боялған бөлігінің ауданын тап делінген. Яғни мұнда қайсысы боялған? Мына көк түспен боялған бөліктердің ауданын табу керек. Мына жағы 40 см, мынау 20 см. Мінекей дәптерімізге сызып алдық, кітаптағыда етіп боядық. Енді қарайық. Мынау 40 см. Ол теңдей 4 бөлікке бөлінген. Сонда 40-ты 4-ке бөлеміз 10. Мына бір кішкентай бөліктің ұзындығы 10 сантиметрге тең. Енді былай қараймыз, бұл 20 сантиметр. 20-ны 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлген теңдей. 20-ны 4-ке бөлсек, сонда 5. Мына жағы 10 болса, ұзындығы ені 5 сантиметр болғаны. Енді осы бір кішкентай төрт бұрыштың ауданын табамыз, сонда 5-ті 10-ға көбейтеміз, 50 сантиметр квадрат болады. Енді барлық боялған бөліктің ауданын табу үшін санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 боялған бөлік бар екен. Сонда 12-ні 50-ге көбейтеміз, сонда 600 сантиметр квадрат. Есебіміз шықты. Енді қарайық. Тапсырмасында да дәл солай 40-та 20 сантиметрлік өлшемде, бірақ басқа жерлері боялып тұр. Енді соның ауданын табайық. Мінекей екіншісін дәптерімізге сызып аламыз. Енді бір кішкентай тік төрт бұрыштың ұзындығы 10, мынау 5-ке тең. Дәл жаңағы алдыңғы есептегідей. Сонда бір кішкентай тік төрт бұрыштың ауданы бізде 50 сантиметр квадратқа тең. Енді қанша бөлік боялған? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бөлік боялып тұр. Сонда 10-ды 50-ге көбейтеміз. 500 сантиметр квадрат. Есептің жауабы 500 сантиметр квадратқа тең екен. Келесі есепті қарайық. Соңғы 8-ші тапсырма 6, 4, 1 цифрлар арқылы қанша үш таңбалы санды жазуға болады? Цифрларды жазғанда қайталанбау керек. Алдымен жүздіктен бастайық, сонда 146, 164. Цифрларды қайталаған жоқпыз. Енді 400-діктен бастайық. 416, 461. Келесі 614, 641.
Енді қайталаған жоқпыз, сонда 3 таңбалы саннан бізде 6 сан шықты. Есеміз шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.